Кеше ғана Жігер жастар клубы Айбын республикалық әскери патриоттық жастар жиынынан жеңіспен оралған еді. Бүгін міне жас сарбаздарды облыс әкімі Ғали Есқалиев қабылдап, жеңісімен құттықтады. Естеріңізге сала кетелік, ауқымды әскери патриоттық жиын Қарағанды облысының Спасск қаласында өткен еді. Жалаулы жарысты Жайықтың жігерлі жастары жеңіске жетті. Бұл бірінші кезекте ұстаздарының еселі еңбегі. Әрине жас сарбаздарда намысты қолдан бермеді. Оларды құттықтаған облыс әкімі жастардан әскери патриоттық жиынның қыр-сырын сұрап білді. Осындай жарыстардың негізгі мақсаты бұл жастардың өз отанына деген адал патриот болуына тәрбиелеу. Сондықтан баршаңызды құттықтаймын. Енді кім әңгімелеп береді, қалай жарыс өтті, қандай түрлерден жарыстар қиын болды ма? Естеріңізге сала кетсек, жастар жылы аясындағы Айбын республикалық әскери патриоттық жиыны өткен аптада болған еді. Аты айтып тұрғандай, ауқымды шара мақсаты елін жерін сүйген ұрпақ тәрбиелеуге бағытталған. Жиында жастар әскери тәртіптің қыр-сырына қанықты. Олар тәрбиешілер тапсырмасын бұлжытпай орындап, сайыс кезінде өзара ынтымақтаса жұмыс істеді. Әскери патриоттық жиынды Қазақстан Республикасы президенті бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ашуы жас сарбаздарға ұмытылмас әсер қалдырды. Аталған жарыстың өту барысына тоқталған Жігер әскери патриоттық клубының жетекшісі Марат Аққалиев алдағы биік додаларда да жеңіс тұғырынан табылуға тырысамыз деді. Бүкіл облыс қатысты, 17 облыс қатысты. Оған қарамастан бірақ манағы Жасұлан, Арыстан деген тәрбиешілер бар, олар да қатысты. Жалпы 38 команда болды, бірақ әрбір команда облыстар бөлек болды. Біздер мына әскери патриоттық клубтар дейді, оның облыстардың арасынан 17 команда болды. Соның жүлдері бірінші орын алдық. Бір команда болды, бір ұйым болды. Облыстың намысын ұялтқан жоқ деп ойлаймын, деңгейін жоғары көтерді. Жас сарбаздар әскери кросс, арқан тарту, кермеге тартылу, ләңгі тебу сияқты спорттың 10 түрі бойынша сынға түсті. Сондай-ақ ойдың ұшқырлығын, қиялдың кеңдігін анықтайтын эрудит және робот техникасы тәрізді сайыстардан да мүдірмеді. Жекелей сында топ жарған Әсем Төлегенова жиыннан алған әсерімен бөлісті. Автоматты бөлшектеп жинау, уақытқа жалпы әскери қорғаныш толымын киді және пневматикалық мылтықтан атуды үйренгенмін. Және де осы жылы және өткен жылы да қатысқанмын. 2 жылда да 2 мәрте жеңімпаз атандым. Ал осы жылы командалық жалпы әскери толымды киюден бірінші орын және жекелей есеппен де бірінші орын алып келдік. Жарыс өте қарқынды, күшті өтті. Кездесу соңында жастарды жарысқа дайындаған жетекшілері өңір басшысының алғыс хатымен марапатталды. Еліміздің абыройын арттыру сіздердің қастерлі борыштарыңыз деген облыс әкімі жас сарбаздарға мықты денсаулық пен толағай табыстар тіледі. Рауан Дели, Дастан Бижанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.